Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ, сочный болып шығатын котлет дайындаймыз. Гарниріне кез келген затты пайдалануға болады. Мен осылай видеодағыдай дайындадым. Толық рецепті видеоның астына қалдырамын. Бізге пияз, картошка, ет, барлығын осылай турап, мясорубканың өте ұсақ көзінен өткізіп алдым. Немесе картошка мен пиязды блендермен ұсақтауға да болады. Етті де осылай ұсақ көзінен өткіздім. Етіміз өте майлы болмағаны дұрыс. Енді картошка мен пияздың суын сығып тастаймыз. Барлығын біріктіріп, үстіне паприка, кез келген приправа және тұз қосып, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Барлығын осылай біріктіріп аламыз. Енді осылай кішкене өлшеп алып, барлығы біркелкі болу үшін панировочный сухарикке немесе оңға осылай ұнатамыз. Қатты соғып видеодағыдай біріктіреміз. Жұмыртқа қосқан жоқпын фаршқа. Негізі қосуларыңызға да болады, бірақ бұл ажырамайды бір-бірінен. Неке осылай біркелкі етіп өлшеп жасаймыз. Енді барлығын жасап алдым. 15 минутқа морозильникке салып алам. Біз енді майымызды қыздырып, барлығын қатты отта тек сыртын қызарту үшін қуырып аламыз. Келесі бетіне ұнатамыз. Барлығын қуырып алдық. Енді мантоваркада 20 минут булаймын. Енді картошкамыз осылай пісіріп аламыз. Өте нәзік, жұмсақ пюре жасаймыз. Енді үстіне бір қасық сармай, майонез және кішкене сүт қосып араластырамыз. Сол кезде дәмді, өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Өз қалауларыңыз бойынша ұсынуға болады. Мінекей котлеттеріміз жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.